Бүгінгі тақырыбымыз дауысты дыбыстар. Айтқан кезде созуға келетін, әндетіп айтуға болатын дыбыстар дауысты дыбыстар деп аталады. Қазақ тілінде 12 дауысты дыбыс бар. Оның 9-ы төл дауысты дыбыстар. Олар А, Ә, Е, О, Ө, О, Ү, және Ә. Дауысты дыбыстар дауыс шымылдығының керіліп тұрып, діріл пайда болу арқылы жасалады. Дауысты дыбыстарды айтқанда, ауа ауыз қуысынан еркін шығады. Дауысты дыбыстар буын құрайды. Дауысты дыбыс өкпеден шыққан ауаның еш кедергіге ұшырамай, еркін шығуынан жасалады. Қазақ тілінде дауысты дыбыстар тілдің қатысына қарай жуан, жіңішке, жақтың қатысына қарай ашық, қысаң, еріннің қатысына қарай еріндік, езулік болып бөлінеді. Жуан дауысты дыбыстар А, О, О, жіңішке дауысты дыбыстар Ә, Е, Ө, Ә. Ашық дауыстылар А, Ә, Е, О, Ө. Қысаң дауыстылар О, Ү, Ә. Еріндік дауыстылар О, Ө, О, Ү. Езулік дауыстылар А, Ә, Е, Ә. Барлық дауысты дыбыстар дауыссыздармен тіркеседі және сөзде буын жігін құрайды.